мүмкіндіктердің шегінде қимылдайтын адам ақылды адам дейді. Біздің бүгінгі әңгімемізді осы қалыпқа салсақ, аздап күлкілі де көрінуі мүмкін. Себебі, бұндай сұлудың көзіне түсу, көңілін табу, арман ғой деген ойда жүретін жігіттер бар екен арамызда. Таңғалып отырсыз ба? Біз де сөйткенбіз басында. Жақсы, алдымен арнайы дайындалған бейнематериал, содан соң ток-шоуымызды бастаймыз. Оймақ ауыз, бота көз, қызыл ерін. Қазақ қыздарының сұлулығы қашанда жыр жолдар мен тарих беттерінен орын алған. Қыз Жібек пен Баянның, Қарашаш пен Ақжүніс бейнелері әдебиетіміздегі сұлулық эталоны. Оларға сай төлегендердің табылғанына да тарих куә. Қазіргі заманда да қазақ қыздары білім мен сыртқы сымбаттан кемде емес. Шетелде білім алып, алдыңғы қатардағы жұмыс орындарында қызмет етеді. Мақсаты биік, арманы асқақ қазақ қыздары өнер, спорт, ғылым мен бизнесте де бағын сынап биік белестерді бағындыруда. Алайда, олардың дені мансап пен дәулеттен кемде болса да жар тауып, тұрмыс құруда бірқатар қиындықтармен бетпе-бет келеді екен. Біз жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша ерлердің 17% сұлу қыздарға бірінші болып қадам жасаудан қашады екен. Мұны өздерінің беделіне нұқсан келтіруден қорқатындықтарымен түсіндіреді. Тіпті батылдары жетпейтіндерін мойындағандар да болды. Бұны психологтарымыз да айғақтап отыр. Ерлердің нәзік жандылар алдында дәрменсіз танытып, батыл қадам жасай алмауына не себеп? Жігіттеріміз жігерсіз бе? Әлде қызда қылық болмаса, құршырайдан не пайда деп жырлаған Бұхар бабамыздың сұлулық жөніндегі өлшемінің қашанда өзекті екенінің дәлелі ме? Бүгін біз сұлулықтың өмірімізге нендей әсері барын білеміз. Хабарымыздың сарапшылары психолог Замира Баубекова. Қош келдіңіз. Ақын Қабиден Қуанышбайұлы және еңбек сіңірген ұстаз Ақсымбат Төлеуханұлы. Қош келдіңіздер. Шетелдік психологтардың зерттеулері бойынша, Замира ханым, физикалық сұлу адамдар өзгелерге қарағанда жақсы өмір сүреді екен. Сұлулықтың сыры не дейді, Замира? Сұлулықтың сыры бұл ішкі адамдың сипаттары мен сыртқы сипаттарының гармониясы. Бұл ақылдық, бұл рухани адамгершілік, тәрбиенің конгломераты. Білесіз бе, шетелдік ғалымдар, психологтар тек айтпайды, сұлу адамдар өмірде жақсы жасайды деп. Оны біздің де ғалымдарымыз айтқан. Ибрай Алтынсарин, педагог, ол алдынан айтып келген. Адам сұлулыққа інтілуі керек. Білесіз бе, мынау ішкі дүниесі сұлу адам, ол сыртқы да сұлу болады. Міне бір нәрсені көресіз, ой, бұл қандай әдемі, не деген сұлу дегендің өзіні білу, бұл сыртқы несіне де шығады. Ой, осында да не бар, бұл дым да не емес, бұл ешқандай қызық емес деген адамды әжімдері де несі де бұл сыртқы нелеріне шықпайды. Міне тағы да бір нені айтайын. Ақсымбат, анау лужа шалшық су. Неде бір екі адамды көрсетіпті, сен мынада нені көріп тұрсың дегенде, анау ішкі дүниесі де сұлу адам ананы көріп, ой, мынау жұлдыздар ғой, мынау аспан ғой, анау неден отражаться қып тұр ғой, бұл қандай, не деген сұлулық деген. Екінші адам болса, бұл не? Бұл жаңғырдан қалған су, бұның ішінде құрбақалар, бұл не? Бұл ішкі дүниесі дамытылмаған адам, сұлулықты түсінбейтін адам. Ал біздің осы жаңа айтып кеткен әңгімеміз, әу басында бағдарламамыздың сондай жігіттер бар дедік арамызда. Сұлу қыздарға жақындай алмайтын, сұлу қыздардан сескенетін. Онда мысалға бір қыздың іші де сұлу болса, сырты сұлу болса, өте әдемі, келбетті, ажарлы болса, бірақ оған жігіттер жақындай алмай жүрсе. О тәрбиеленбеген, әрбір нәресте туылғанда оның бәрі сипаттары бәрі де бар. Оны дамытуды білу керек. Бірінші неде ол ата-анасы. Сен де мынау еврей халқыны да не қылады ғой, мені балам ең сұлу, мені балам ең ақылды деп балаға да соны ұқтырады. Сен ең сұлусың, сен ең ақылдысың, саған сондай сұлу қыздар тең келеді деп. Соны дамыта білген бала ешқашан да сұлу қыздан қорықпайды, а сұлу қызға інтіледі. Қанша сондай нелер бар, сұлу қыз алдында тек сұлу жігіттер, өзі самооценкасы жоғары емес, а қанша самооценкасы жоғары жігіттер жақындасқа інтіледі, әрекет қылады. Ақсымбат ханым, сізден сұрайықшы, осы сіз балалар тәрбиелегенде, оқушыларды
осы сен ең мықтысың, ең сұлусың, ең әдемісің деген сөздерді жиі айтасыз ба өзіңіздің балаларыңызға? Қалай тәрбиелейсіз? Балалармен жұмыста балалардың өзінің жаңағы өзін-өзі бағалауына тәрбиелеу деген бар. Соған байланысты жаңағы баланың әрқайсысын. Біз мектебімізде оқыған әрбір баланы, мен 38-ші мектеп лицейде жұмыс жасадым. Сонда біз әрбір оқушыға сіз деп сөйлейміз біріншіден. Екіншіден, жаңағы балаға сіз болашақ президентсіз, елдің басқаратын сондай. Қыздар болсын, ұлдар болсын, солай барлығына, ер балалар болсын, сондай тәрбие беріп. Яғни олардың жаңағы сіз айтып отырған Замира, еврейлер айтқан сияқты дегенде, біздің әр баламыз сондай сұлулыққа. Одан кейін өзінің бой басын. Жоқ, бірақ мектептен шыққаннан кейін солар қыздарға жақындай алмай жүреді ғой жігіттер, сондай әдемі сұлу қыздарға. Жақындай алмайтын себебі сұлулық дегеннің өзі асқақтық деген ұғыммен пара-пар қатар. Сұлулықтың өзінің бір адамға әсер ететін дүниесі, оны кез келген адам оған бара беруі де қиын. Ал сондықтан асқақтықты бағалай алатын асқақ жігіттер ғана оған батыл жетіп бара алады. Тұршы орнынан Қабиден. Мынандай бойлы, сойлы, осындай Қабиден секілді азаматтар. Тұрып көрсетші бойыңды бәні. Ой, мына көктіріп тұрген бойы. Дәл мұндай өзі ақын, жүрегі кең жігіттер ешқандай асқақтықтан қорықпайды, өзі де асқақ жігіт. Бәрекелді. Сен сұлуларға жақындап сөз айтып көрдің бе? Сұлу қыздармен жүресің бе жүргенде? Жоқ, жүргенде дегенде маңайымыздың бәрі сұлуларға толған. Себебі қазақ қыздары бәрі сұлу. Жоқ, сен әңгімен олай бүйтіп былай жалпылама дейміз. Жалтарма сен тікелік сұрақтан. Нағыз сұлуды білеміз бізде, қандай екен көзіміз бар, мына кісілер де біледі. Біз сол сұрап отырғанымыз арпа ішінде бір бидай, сүттің бетіне шыққан қаймақтары айтып отырғанымыз. Мен енді сол сұлуды көрсек, мысалға алдымыздан бір сұлу өтіп бара жатыр деп айтайық. Ал? Мен мысалға бүйтіп кілт етіп назарымды салам, ойланам, бірақ бірден жүгіріп барып таныса қоймаймын. Неге? Енді мысалға ол жерде егер шынайы онымен араласқың келсе, оның жүрегіне енгің келсе, ол шалт қимыл мүмкін көмектеседі, мүмкін көмектеспейді. Мүмкіндік іздеу керек адам. Оның жүрегінен жол табатын мүмкіндік қарастыру керек. Мен пікірім, таныса салу қиын емес. Мысалға барып атын сұрап, қазір енді танысудың бірінші қалайсыңнан бастайсың, қалай жағдайыңнан бастайсың да, сол не жұмыс істейсің, не істейсің. Мысалға кейбір жігіт, мысалға мен айтатын тең-теңмен, тезек қабымен танысып көруге болады, әңгімелесіп көруге болады. Бірақ бірден, ойбай мен саған ғашық едім, мен сенің жүрегіңді жаулайын деп келдім деген ой болмайды ғой мысалға. Оны бірақ ақырын еппен өзі Алла тағала жаңағы табыстырады, жүректердің жылуын бір-бірін тең-теңімен, тезек қабымен бір-бірін табыстырады. Сондай сәтті табу керек, сезіну керек. Қабиден, кешіріңіз, сіздің ойыңызда қыз, сұлу қыз, қандай қыз ол? Менің ойымда ең бірінші сұлу қыз поэзия сүйетін қыз. Жаны мөлдір. Жанары қап-қара, қою-қара шашы бар деп жаңағы қарапайым теңеулер бар ғой, сол сияқты қазақтың қарапайым қызы, бірақ қасы көзі өзінің орнында жаңағы қыр-мұрынды дейміз. Енді қалай бір қарағанда жаныңды сүйіндірсе. Түсінікті. Замира ханым, Қабиденнің бір сөзінде байқап қалдық, тең-теңімен, тезек қабымен деп қалды. Ал сұлулар өзіне тең таппай жатады ғой. Мына секілді жігіттер ол сұлудың теңі мен емес деп ойлайтын болып тұр Қабиден ақындығына, осынша бойына қарамастан, әдемі келбетіне қарамастан. Мен ойлаймын, бұл жерде көбінше танысу, қалай танысу керек, Қабиден сол неге неғып кетті. Сұлулықтың несіне емес. Соның үшін мен сұрақ бердім ғой. Мынау не деген сұлу екен деп өтіп кетіп, но маған тура келмейді. Не үшін? Бойы не емес, ұзыны, или бойы қысқа деп айтуы мүмкін. Может, оны ішкі дүниесі жақсы шығар. Просто не емес. Ананысы одан да сұлу екен, осымен танысайын ба? Жоқ, ол жерде менде ондай пікір емес қой. Мен ол бойына, сойына, ойына, мысалы, ол жерде қарап мен баға беріп үлгермеймін ғой, жерде мен бір көрдім, мысалға, бірақ... Соған дереу барып танысу керек па? Дереу барып танысудың қажеті шамалы.
адам бір жағдай іздеу керек та, соған бір сәт іздеу керек. Мысалға қазір шығамын да, мен осы жерде Казмедианың алдында жүрген қыздармен мысалға кез келгенмен деп танысып жүрмеймін ғой мен мысалға. Түсінікті. Қысқа жарнамадан соң эстрада жұлдыздары Жанболат пен Жазираның айтылмаған әңгімесін тыңдайтын боламыз. Бірге болыңыздар. Ашығын айтқан ток-шоуының бүгінгі тақырыбы сұлулық жайында. Сен ең сұлусың, сен ең ақылдысың, саған сондай сұлу қыздар тең келеді. Дәл мұндай өзі ақын, жүрегі кең жігіттер ешқандай асқақтықтан қорықпайды. Мен мысалға бүйтіп кілт етіп назарымды салам, ойланам, бірақ бірден жүгіріп барып таныса қоймаймын. Мен орта қазақ эстрадасының жұлдызды жұбы Жанболат пен Жазираны шақырамын. Қош келдіңіздер. Төрледіңіздер. Жәке, қош келдіңіз студиямызға. Жар таңдаған кезде қандай сұлулықтың критерийлеріне мән бердіңіз? Осыны білгіміз келеді. Иә, дұрыс айтасыз. Енді әркімнің өзінің талғамы болады. Біреу анасына ұқсаса екен, менің қызым, келіншегім, болашақ жарым деп айтады. Әркім әртүрлі өзінің жақсы көретін БКУ-стары бар десең айтады. Сол сияқты біз енді Жазира екеуміз танысқанымыз осы Алматыда бір салада оқыдық. Осы өнерді таңдап келіп, осы бір салада оқып, бір жатақханада тұрдық, бір жаңағы студенттік өмірдің бір ащысында, тұщысында, қызығында, шыжығында бірге көрдік. Бірге баратын жеріміз сол бір корпусқа барамыз, сол бір корпустан жатақхана қайтамыз, қол ұстасып, өлең айтып, әңгімемізді айтып, көрші жақын тұрдық бұл бөлмелерімізде. Сол сияқты шай ішіп, танысып, әнімізді айтып. Шайым ұнап қалған ғой. Жоқ, сіз ойланып көрмедіңіз бе? Жазирамен бірге бір корпусқа барасыз, бір жатақханаға қайтасыз. Басқа корпустың қыздарына неге қарап көрмедіңіз? Қараған кездерде болды. Өйде? Ашып айтып жассыз ғой. Ашығын айтқанда Жанболатта қыздар көп болды. Жақыннан, алыстан арбалан жақыннан дұрбала дейді, сол сияқты жақын жер дұрыс екен, шаршамайсың да алыс жерге барып. Жеңгеден сұрақ көрейік. Жанболаттың бойында қандай сұлулық сізді тәнті етті? Жанболаттың бойында жаңағы... Бойы ұзын дейсің. Негізінде жақсы қасиеттері өте көп. Маған ең сол кездегі, жаңадан танысқан кездегі ұнаған қасиеті анасы туралы көп айтатын. Мен анамды риза қылғым келеді. Маған сөз айтқан күннің өзінде анамның келіні болуға қалай қарайсың деген сияқты. Анаңын қарасың. Және шай құйып отырғаныңды елестетіп, армандап кетем деген сияқты. Сондай сөздермен айтатын. Маған сол жағы қатты ұнады, өйткені анасын құрметтейтін ер азаматтан туған бала, ол да анасын құрметтейді деп ойлаймын. Әрине. Жалпы қазақ қызының бойындағы сұлулық деген нәрсеге ойсақшы, осы біз білеміз көптеген тарихтан өткен сұлуларды, қазірде жоқ емес. Сол қазіргі бұрынғы өлшеммен, анау кешегі Жібектің, Баянның заманындағы сұлулықтың өлшеммен, қазіргі біздің Қарақаттың сұлулығы, Баянның сұлулығы, Жазираның сұлулығы сәйкес емес олармен? Жанболат жауап берсін. Шыны керек, біз енді ескі альбомдарды қарап отырамыз ғой, ағаларымыздың, әпкелеріміздің бұрынғы студент кездегі шақтарындағы нағыз жаңағы бет бейнелері, жаңағы қазіргідей қатты боянбайды ғой енді. Сол сияқты бет бейнелері, жаңағы үлгілері әртүрлі болған. Сол бірте-бірте жылдан жылға қазір біздің қазақтың қаны енді тазарып деп өзім ойлаймын. Енді келе жатқан сияқты деп ойлаймын. Қайтадан сұлулық басалып келе жатыр. Негізінде әр заманның, әр уақыттың өзінің сәні бар ғой. Сол сияқты сол сәнге жақын жүретін қыздар сұлу болады деп ойлаймын. Және де мысалы 90-шы жылдары, 92-93 жылдары осы қазақ эстрадасында Меруерт Түсіпбаеваны сахнадан, теледидардан көргенде аузымыз ашылып отыратын. Сондай сұлулықты көрсетті бізге.
Қазіргі заманда міне өзіңіз айтып отырғандай Қарақат бар, Мадина бар деген сияқты, Алтынай бар. Әр заманның өзінің жаңаға сұлулықтың, сәннің үлгісімен жүретін қыздар болады. Сол қыздардың барлығы сұлу деп есептеймін. Біздің қазақтың қыздарының барлығы негізі сұлу. Әрине. Ажарыңызға көлеңке түспес, өте керемет ажарылжансыз ғой енді. Мынандай жағдай болып тұр. Студент кезіңізде сөз салған жігіттер, болмаса сіздің сұлулығыңыздан қаймығып, сырттай ғашық болып, іштен тұншығып өткен жігіттер туралы білесіз бе? Сұлулыққа қаймығу туралы, сұлулықтан сескену туралы сөйлеп жатырмыз ғой. Иә. Негізі мен Жанболатқа 18 жасында тұрмысқа шықтымда, 16 жасында танысқан болатын. Өте ерте менде сондай көп жігіттер болды деп айтуға мүлдем жараспайды. Бірақ Жанболат мені қыдыртып жүрген кезінде Жанболаттың өзі де біледі, айтқан жігіттер болды. Біз бата алмай жүрсек, Жанболаттың пысығын қарашы деген сияқты айтқан жігіттер болды. Ол жігіттер қалжыңдап айтқан шығар енді. Сұлулық, мынандай ортақ сұрақ болып тұр баршаңызға. Сұлулық адамдардың арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етеді? Мінезге әсер етеді шығар. Қалай? Адамды көкірек қылатын шығар сұлулық. Мысалға тәкаппар қылуы мүмкін. Апай айтты ол кісіні, асқақ болады деді сұлулар. Жоқ, адамдардың талғамын қалыптастырады сұлулық. Сұлулықты көру үшін жаңағы сіздің сөзіңізбен келіскім келмейді. Тең-теңімен, тезек қабымен. Анау адам сұлу екен, мен сұлу емес екен, менің жағдайым төмен екен, мен оған қарамай-ақ қояйын емес. Кез келген адам сұлулықтан нәр ала білу керек. Кез келген адам сұлулықтың сондай сұлу болғанына өзінің жанына рахат алу керек. Ал барып сөйлесу, танысу, әр жағы ол адамның өз ісі. Ал дегенмен жаңағыдай сұлулықтың өзі адамның барлығына әсер етеді. Ол адамдар сұлу ма, жай адам ба, басқа ма, бірақ соны сұлулықты түсініп, қарап, ол адамның сол кезде, сол сәтте көңіл күйінің көтерілуі жаңағыдай соның өзі пайда. Сұлулықтың өзі критерий. Мысалы үшін, біреуге сұлу адам, мен үшін сұлу емес. Менде бір студент бар еді, бүткіл айтарды, мына жігіттерді сары, көк көз болғанын жек көрем. Қалай бұла көк көз, сары. Тұрмысқа шықты сондай сары, көк көз жігітке. Бәріміз күлгенде ол айтқанды менің көзіммен қараңыздар, ол басқа жігіттерге ұқсамайды деп. А міне Жанболатты да Жазира айтып отыр ғой. Қыздары көп болған, басқа несі болған деп. Ішкі дүниесімен алған ғой. Ондай қыздар болмаған ғой, Жанболат Жазираға ұқсаған. Жанболат басында екеуміз дос болып маған ағалық қамқорлық көрсетіп жүрді да, мен қалай бауыр басып қалғанымды өзім байқамай қалдым. Сонымен қыз бен жігіт болып кеттік. Сол кездерде қыз бала тез бауыр басады ғой. Енді Жанболатты жоғалтып алатындай қорқыныш сезіммен жүрген кездерім болды. Өйткені көп қыздар ғашық болды. Негізі сұлу емес, сүйген сұлу деген ол рас. Жаңағы сұлулықпен екі адамның арасында сұлулық ешқандай рөл ойнамайды деп ойлаймын мен. Сымбат апай, мен айтып отырмын өзі. Жанболат ағада қаншама сұлу қыздар болды, бірақ теңін тапты емес па? Тең-теңімен, тезек қабымен деп соны айтып отырмын ғой мен. Жанболаттың көзі қырағы болып тұр ғой, бірден. Мынадай сұрақ болып тұр Жәке сізге. Адамдар арасындағы сұлулықты сіз қайсына көбірек мән беретін едіңіз? Ішкі жан сұлулығына мән беретін адамдар болады, ал сыртқы сұлулыққа да, ол қанша сұлу тәкаппар болса да, асқақ болса да, сіз қайсыны таңдайтын едіңіз? Енді жаңа айтып отырсыз, сұлу болып тұрып, ішкі дүниесі адамға суық болып тұрса, бәрі ол кісіне айнып қаласыз. Енді ішкі дүниесімен ішкі дүниесі сұлу болып өзі онша болмаса тоже болмайды. Жоқ, міне болады ондай. Адамды жаңа ішкі дүниесімен, сыйластығымен адам тартып алатын адамдар да бар ғой. Кейбір қыздар қылықты қыздар болады, сұлу болмаса да, оның қылығы сұлу қыздардан да асып тұратын болады. Ішкі сезім, жанына да байланысты ғой адам. Мысалға, кейбір адамның жүзінен нұр тамып тұрады бір түрлі. Енді керемет бір боянып, олай бір керемет үлдемен бүлдеге бөленбесе де, бір күлген кезде, мейіріммен қараған кезде, енді мен оны
ақындық жүрекпен қарап түсіне аламын мысалға. Бір мейіріммен қарау керек та былай алмас. Дұрыс қой. Былай мейіріммен қарап жүрегіңіз сезінеді оны. Өлеңдер шығарады. Заряд алады. Тартады ғой, ондай адамдар өзіне тартады. Жақсы, ерлер сұлулардың алдында әлсіздік танытады деген пікірдегі қонағымыз ортамызда. Ол Эльвира Ерғалина. Қош келдіңіз. Ерлер, сіздің пікіріңіз бойынша жігіттерді жасық, жігерсіз дегіңіз келетін сияқты, Жоқ, жасық, жігерсіз емес. Олар сұлу қызды көргенде неден қорқады? Олар біріншіден қыздардан жаңағы бетін қайтарып тастаудан қорқады. Олар қыздарды өздерінен кішкене бір сәт төмен тұру керек деген сондай психологиямен өскендіктен, олар сондай өзінен төмен адамнан жаңағы бетін қайтарып тастағаннан қорқады. Біріншіден. Екіншіден, сұлу қыздардың жаңағы табынушылары, артынан жүгіретін жігіттер көп болғандықтан, олар сол көптің бірі болып, шаңның арасында қалып кеткісі келмейді. Үшіншіден, қазір әдемі қыздарды көрген кезде, олардың басы бос емес, олар жоқ дегенде бір қалталы азаматтың жаңағы қуыршағына айналып жүр деген сияқты, сондай қазір пікір қалыптасқанда, солай деп ойлайды. Одан кейін жаңағы өздерінің ол сұлудың қажеттіліктерін қанағаттандыра алатынына сенбейді олар. Мысалы, сұлулық деген не ол? Ол жай сұлу болып, ол сен күтінбесең тоз-тозың шығып кетеді ғой. Сондықтан оған косметика керек, сондықтан оған киім керек, сондықтан оған әшекейлер керек, жаңағы салондарға, спорт залдарға барып тұру керек. Сондықтан сол қажеттілікті өтей алмаймын деген қорқыныш бар жігіттерде. Сондықтан олар сұлудан кішкене өздерін алыс ұстайды деп ойлаймын. Бақандай 4 себебін айтты Қабиден. Сіз осының қайсысымен келіспейсіз сіз? Барлығымен келісіп отырсыз. Салонға бару, анау, мұнау енді ол жағын мысалға бармайды, әдемі мысалға ертедегі мысалға қазіргі заман енді өзінің заманы өзінің дәуірінде өзінің сөзін айту керек қой десе де кішкене салыстыру болсын. Өткен замандарда мысалға салон жоқ кезде әдемі шашына шашбау тағып, әдемі алқамоншақ тағып сөйткен кездерде. Ол алқамоншақтардың өзі қандай да бір құндылықтармен өлшенді кезінде. Үйір жылқымен. Шашбаудың өзі, киімнің өзі мысалға. Бірақ енді мысалға қоя тұршы. Сөйлеп олайын деген бе? Ойым жинақта болайын да мен. Сен енді аузыңмен сөзің түсіп отқанда осындай қыздар басқа жігіттер қақшып кетеді ғой енді. Салонға бармай-ақ қойсын деп отырсыз ғой сонда. Жоқ, бармасын емес, ол мәселе ол қорқыныш емес, апа. Сымбат апай. Мысалы, ол қорқыныш емес. Мысалға, мен шынайы көңілімнен шыққан қыз болды ма, бірден мысалға жаңа айтып отырмын, мен көрдім, бірден жүрегім селт етті. Мен бірден танысуға жасқану емес ол. Мен оның мысалға мынандай менде де тәкаппарлық болуы мүмкін да, Алмас. Мысалға сен де жігітсің. Неге маған қарамайды? Маған қарамайды деген. Жоқ, жігіт деген ең бірінші қызға барып айту керек қой. Көке, мен жақсы көріп жүрмін сені деп. Қыз енді өзі білмейді ғой. Қызда білдіру керек менше. Жаман болса. Мынау тек жаман айтыңызшы. Қолдап отырыңызшы, қыз дұрыс қой. Қыздарда білдіру керек қой бір. Қалай білдіреді? Айтыңызшы, бір-екі мәселе айту емес. Бір қадам жасап көру керек. Сол кезде қыздың жаңа сезімін байқауға болады. Қадам жасамағаннан кейін ол қыз қалай сезімін білдіреді? Ертістігін бір төбе болып отырмын ба? Сіз ағаңнан көмек сұрағанша жеңгеңнен көмек сұрасыз. Мысалға мен қыз ретінде айтайын, жігіттердің бойындағы ең бірінші батылдық бағаланады. Ол сырт келбеті, әдемі қыздардың қасында көбінесе бір бой кішкентай, болмаса жаңағы арық деген сияқты сондай еркектерді көп көреміз. Оның бойында өткен таудай батылдық бар да, мысалға басқа деген ойланып жүрген қыз бірінші маған немеурін білдіру керек деген ойда жүрген жігіттердің алдын орап, мысалға барды да ұнайтынын айтып, гүлін ұсынып, жаңағы киносына шақырды да, сонымен бірге бақытты болып кетеді. Сондықтан жігітке ол жігіттің сұлулығы, қызға жігіттің сұлулығы болмаса қандай да бір байлығы деген сияқты факторлар бірінші орынға шықпайды. Оның ең бірінші шығатын нәрсесі батылдығы, оның қызға қорған бола алатынын сездіруі деп ойлаймын. Дұрыс. Қысқа жарнамадан соң Айдос есімді азаматтың сұлулардан неге көңілі қалғанын білетін боламыз. Бірге болыңыздар.
Сіздер ашығын айтқан ток-шоумен біргесіздер. Бүгінгі тақырыбымызды сұлулықтан қаймығуға не себеп деп алып отырмыз? Ашығын айтқанда Жанболатта қыздар көп болды. Жанболат мені қыдыртып жүрген кезінде Жанболаттың өзі де біледі, айтқан жігіттер болды. Біз бата алмай жүрсек, Жанболаттың пысығын қарашы. Сұлу қыздардың жаңағы табынушылары, артынан жүгіретін жігіттер көп болғандықтан, олар сол көптің бірі болып, шаңның арасында қалып кеткісі келмейді. Сұлулардан көңілі қалған бір жігіт бар екен, ол Айдос есімді көрермен. Қош келдіңіз. Сұлулардан көңілім қалды депсіз. Неге көңіліңіз қалды сұлулар? Бұл енді көңілім қалған себебі қыздар өзін сұлу қылып санайды. Жігіттен қарағанда өзін бір сат жоғары санағысы келеді қыздардың. Жігіттен сұлу болса несі айып қыз? Болу керек сұлу? Жоқ, ондай деп. Сұлуырақ болу керек қой енді қыз деген. Дұрыс, енді өзін қатты сұлулық нағыз жібереді. Өз-өзінен жігіттен жоғары сана жібереді өздерін. Сұлулықтың арқасында, иә? Менің ойымша, бұл жігітті ренжіткен қыздың бойындағы ол сұлулық емес, тәкаппарлық деп есептеймін. Әрине. Сұлулардың көбі тәкаппар болады ма сонда? Иә. Тәкаппар болады. Сіз неше сұлумен бірге жүріп, неше сұлудан көңіліңіз қалып келген жігітсіз сонда? Енді көптеген болды, бірақ енді мен біреуін айтып берейін. Мен осы студент кезінде бір қызға ғашық болғам. Ол сұлу болды. Өте сұлу ма? Өте сұлу болды. Университеттің аруы болды ма? Ол жалғыз мен де ғашық болған жоқпын. Біраз жігіттер оған сөз салған. Енді мен ол жерден озып шығып, мен ол қызбен жүрдім. Ол жерде жүргенде былай болды. Ол қыз өзінің менің достарыма айта деген. Осы осындай жаңағы мені артынан жүгіреді деп. Мен оған жүгіріп нағымаймын, бірақ ол айтқанда енді осы осындай деп. Мен оған келіспедім. Ол кейіннен барып, мен оған барып айттым, неге мен сенің артынан жүгіріп жүрмін ба деген сияқты. Сөйтсем ол қыз айтады, сен жүгіріп жүр деген жоқпын дейді, мен айтып отырмын мен оған. Осы осындай достарыма айтыпсың ғой деп. Ол кейіннен мен айттым, давай онда басқа не тауып ал. Оның несіне арланасыз, мысалға сонша жігіттің қол жетпеген қыздың артынан жүгіріп, қандай жолмаймесын жетіп, қолыңызға қондырып, сосын оны алақанда айлап ұстап отқан. Ол жігіттің жүгіргені намыстанасыз. Ол қыз үшін бақыт шығар деймін. Иә, ол бақыт шығар, ол солай өзін бақыт сезінетін шығар. Ой тастаған сияқты ғой. Айдос, айтпадың ба? Қайдан біліп қойдың жүгіріп жүргеніңді? Жалпы сұлулардың бәрі тәкаппар деп ойлайтын себеп менің ойымша ода емес, жалпы сұлулықтың өзі екіге бөлінеді. Кәдімгі жылы сұлулық, одан кейін суық сұлулық болады. Жылы сұлулық деген ол жүзінде күлкісі бар, қылықтары бар, бір көргенде адамның көңілін баурап алатын сүйкімді сұлу болады. Одан кейін суық сұлулық деген ол жаңағы түргелпеті, мүсіні бәрі әдемі, бірақ ол оңайлықпен жымия қоймайтын сондай адам болады. Оны тәкаппар деп ойлайды. Жоқ, ол психологик тілмен айтқанда бұл ішкі сұлулық. Бұл қашан ақылымен, өзі рухани, адамгершілік сұлулықпен бірге болған сұлулық, ол жылы сұлулық. Жоқ, мінез ауыр қыздар болады ғой, көп нәрсеге күле бермейтін, жаңағы жымиып бүйтіп жылтың ете қалатын қыздарды көбінесе жеңіл жүрісті қыздар деп ойлайды жігіттер. Ондай да бар ғой, мысалға күле беретін, қош сол қыз жыртақай әдемі болғанымен ол көп жігіттің жетегінде кеткен деген әңгімені айтатын жігіттердің Ғабиден, әңгіменің басында сіз айтқансыз, қыздар маған қайта өзі келсін деп. Сіздің қандай артықшылығыңыз бар? Неге сізге қыздар келу керек? Мен сол артықшылық қалыптастыру үшін тырысамын. Жасыңыз біраз келді, нешедесіз? 25. Бәрі келді. Бір әйел алатын уақытыңыз болып той сіздің уже? 2 әйел. Енді не жүрсіз енді? Осы уақытқа дейін 25 жыл бойы не қалыптастырдыңыз? Қыздың өзі жүгіріп келеді. Ой, маңыз енді Эльвира. Ой қалыптастырдым. Сіздің ойыңызды қайдан біледі ол қыз, мысалға? Сөйлесу арқылы біледі, сәт табу арқылы. Мысалға мен қыз ретінде қараңызшы, мен сізге сөйлесіп отырмын, сіздің ойыңыз маған қыздың өзі келу керек. Ой, мен андай, ой, мен мұндай. Сіздің самооценкаңыз. Жоқ, қыздарда да сондай ой бар. Мен мысалға мен айтқым келіп отырған сол қыздарда да өзін солай қалыптастырып алған. Олай қалыптастырған нәрсесі жоқ. Сондықтан қалай болса адам мысалға сол деңгейден асу керек, қыздың деңгейінен асып тәкаппарлық білдіре білу керек менің жігіттік ұстанымым. Жеңге айтыңызшы, мына жігіт дұрыс айтып отыр ма? Қыз қайта керісінше кішкене өзін жоғарырақ ұстау керек емес пе, ал жігіттер артынан жүгіріп жүру керек сияқты еді. Жігіт қызды өзіне қаратып алғанынша кішкене
кішірейеді біздің қазақта. Содан кейін қызды өзіне қаратып алғаннан кейін жәкеңдер сияқты отырады. ей деп. Жақсы көретін қызын жолықтырмай жүрген болу керек. Иә. бар. Негізі өзі былай, өзінің жақсы көретін қызын өзі білдірген қыз, сезімін өзі білдірген қыз, өзі жаулап алған қыз, жігітті өзі қаратып алған қыз, ол кейін жақсы болмайды. Негізі ол кейін керісінше сол жігітті шөміштен қысатын болады. Арамдығын ішінде сақтайды. Өзі жүгіріп киіп алады. Шоштан мен өйткені болмайды, оны білу керек, жігіттер білу керек, әсіресе бойдағы жігіттер сияқты. Нағыз шын қыз, шын сұлу өзі жігітке аяғымен бармайды ешқашан. Оны жаңағы айтқан сияқты Жазира айтып отыр, ол жігіт қызды ұнататындай жағдайын жасау керек. Ол үшін жасандылыққа барудың қажеті жоқ, ал жаңағыдай. Ал қыз жүгірген өзі, қыз барып өзі тиісіп, өзі қаратып алған қыз ешқашан жақсы болған емес. Жақсы. Осы студияда талқыланып жатқан тақырыпты біз көпшілікке қоғамдық талқыға салған едік. Қазір соны тамашалап алайық. Енді социальный положение ең бірінші ойлаймын солай. Енді қалтасында адамда болмаса қалай ол не етеді. Қазіргі әлеуметтік жағдайға байланысты мысал ретінде көп нелері бар, критерийлер дейміз ғой. Қыздарда талғам жоғары, талап көп қояды, әдеміленіп шығады, сосын жігіт үшін ғой әдеміленіп шыққан енді. Барып тиісеміз, қарамайды, сонда кім үшін ол әдемілік? Менің ойымша қазіргі таңда жігіттер өте сыпайы, егерде олар қыздармен танысқысы келсе, олар міндетті түрде танысады. Кейбір аз ғой ондай жігіттер, олар скорее всего өздеріне сәл сенімдер аз адамдар да. Жігіттерді көпшілігі кінәлап жатыр. Жігіттердің батылдығы аз жігіттер деп. Хабиден, сіз де сондай жігіттердің қатарына қосылмайсыз ба? Батылдығы аз жігіттердің. Себебі мағадан бергі әңгімеңіз енді. Мен мысалға сұлудың мен айтқанда басында сөздің сымбатты ханым. Сөздің басын ашып айтқан кезде, сұлу көрсем, мен танысуға ынтықпаймын. Танысуға барып бәрі танысуға міндетті емеспін. Бірақ мен көңілімнен мысалға бір түйсік болады ғой, бір сезім, ішкі сезім болады. Сондай кезде мүмкіндік шықпаса, үйге барып мынандай өлеңдер жазам. Мысалы үшін тамаша. Одан артық не керек міне? О, Муза, мен саған ғашықпын, тасыпмын, айыбым айтпаймын оқталып. Алдыңда жүремін жасыптым, көзіңнен шашылған шоқ қарып. Төбемде тымасқақ тұрасың, мен саған телміріп күнгешем, бұл жүрек қуанып жыласын, тербеші жырыңмен түндесен. О, Муза, қаталдық жарасқан саған тек. Басқаға бұйырмас бақ мынау, табам деп, ешкімде табам деп, мен сені ғайыптан таптым ау. О, Муза, қаталдық қалтыңмен қала бер, кеудеме жүр құсым, қона дөр. Мен сені балаймын аспанға, қол жетпей, кірлетпей, өтетін мынау ел. Негізі өлеңдері жақсы, бірақ қимылмен көрсету керек қой. Соны әмал әрекетпен өлең жаза бергенше. Менің ойымша Ғабиден нағыз батыл, нағыз сондай қазақтың жігіті сияқты. Тек осы бағдарлама арқылы өзінің сүйгенін өзіне шақыру сияқты менің ойымша. Енді барлық амал әрекеті таусылып, біздің ток-шоуға келген ғой шақыруға. Бір сұлуға ғашық сияқты өзі. Соны өзіне қаратамай жүрген сияқты да. Келісем, Жазира, мен ток-шоу арқылы. Мен бұндай батылықты мен батылық деп есептемеймін. Эльвирадан сұрап көрейікші. Эльвира, сіз неге? Жазған әніңіздің кімге арналғанын қайдан біледі? Ол мыңдаған қыздар жүр. Соны айтам. Сосын ойлайды ғой, бұның деген жүрегі жаңағы әркімге бір жылт ете береді екен. Сіз ол қаламыңызды, әрине жақсы, ол шығармашылық, өлең жазу деген жақсы, бірақ сіз сол қаламыңыз бен парағыңызды құшақтап жүрген кезде, ертең бір жаңағы кішкене айлақулыға, артықтау қызға тап боласыз да, содан кейін қаласыз сұлулардан айырылып, осылай жүрген кезде. Эльвира, өзіне сұрақ қойып көрейін. Эльвира, сіздің сұлулығыңыздан сескеніп, ей деп бір жыныңыз келген жігіттер болды ма? Не қылған ынжық жігіт, неге ол мен көзімдегі нұрды байқамайды, оған деген сезімді деп? Менің жігіттерге жыным келетіні, оларды жаңағы қызға қырындау деген артынан тұрып алып, деп ысқырып, деген сондай деп ойлайды да, ондайға бұрылып, естественно, қарамайсың, кешіріңіздер. Ондайға қарамайсың. Бірден бара ғой, ол батылдыққа жатпайды, ол да ақылсыздық әрбірден кейін. Жаңағы бір табандылық, сосын
ерекшелену деген жоқ та жігіттерде ше. Бір міндетті түрде бір аспандағы айды алып беру емес, болмаса жай ғана қасыңа келіп, сол бүкіл жігіттерден артыңнан сықырып тұрған жігіттерден ерекшеленіп, қасыңа келіп жай танысып, солай жасаудың өзінде қазір мысалға ондай батыл жігіттер жоқ. Барлығының сүйенетіндері интернетпен ол жақсы адам интернеттен қатынас іздемейді деп ойлаймын. Сондықтан жаңағыдай жігіттер интернетте болады, ал өмірде кездесті, бірақ ондай өзімнің тарапынан сезім болып, ол менің сезімді байқамай қалу деген нәрселер әзірге болған жоқ. Интернеттен сезім сезілмейді дейсіз ғой? Сезім сезілмейді. Ол адам қандай пиғылмен не істеп тұрғанын байқай алмайсың. Ол мүмкін қарындасы ашып алып отырған шығар ойнап. Сондай сияқты ой болады. Айдос, Эльвира әңгімесіне не түйіп отырсыңыз сіз? Көп қарап қалдыңыз ғой. Эльвира қашып қалған жоқсыз. Сөйтіп ұрысып қалдыңдар ма? Мына жерден Эльмирадан жүрегің қайтпасын енді. Сұлу деп тұрсыз, өз өзіңіз дұрыс па? Мен сұлумын деп айтпаймын. Ауаның берген көркі осы, мен білмеймін. Мен мысалға Эльвираны көрген сұлумын деп мен тәкаппарлану ондай деген жоқ менде. Иә, дұрыс. Ал мен сізге мысалы примерно айтып көрейін, мен сізге ғашықтық сезім білдіріп отырмын. Мен сізге ғашықпын. Ал? Сіз бірінші рет көріп ғашық болып қалдыңыз ба? Мүмкін жай киноға барып, шай ішіп, әңгімелесіп, сіздің кім екеніңізді, менің кім екенімді байқап. Сенің айтып жоқ, мақұл ғой. Сіз қазір ток-шоуда отырық қой. Одан шыққаннан кейін жаңағы баратын жеріңде бара береміз. Мен сізге енді айтып тұрған себебім, сізді бір көріп ұнаттым. Мысалға, негізі 1 минут көріп ұнатпайды. Сіздермен күйеуге берейін деп шақырған жоқ. Айдостың бағыты жанып кетейін деп ортада. Шындығын айтып отыр ғой қазір. Ашығын айтып отыр. Сізге мысалы жігіттер жоқ деп жатсызға шыққаннан кейін бар екен жігіттер. Сел араласып, телефон нөмірді алып, хабарласып жолықсақ. Жақсы, келістік. Бірден сына салғаны болмады енді Эльмира көп күткен. Құрметті ағайындар, жарнамаға кезек береміз, сәлден соң әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Эфирде ашығын айтқан ток-шоу. Бүгінгі хабарымызды біз сұлулыққа арнаудамыз. Енді қабиден көрдіңіз бе? Сіз бағанадан бері Эльвираға ештеңе айта алмай отырдыңыз, ортаңызға бір жігіт келді, алып кетті. Сіз үнемі осындайдан мүмкін өлең жазып кететін шығарсыз. Алмас, мен мысалға Эльвираға жүрегім селт етті деп айтқан жоқпын ғой мен. Мысалға селт етсе өзіме Айдос келмей бағана танысып үлгеремін. Мүмкіндік келіп отыр. Кейбір қыздар болады, тәкаппар бар. Өзін жоғары ұстайды деп тұр ғой, бір саты. Сөйтіп сені танысқың келмейді дейді мысалға. Кейбір қыздар бар, сондай сұлу болып тұрса да, кешіріңіз деп ана жігіттің көңілін қайтармай, барлығын жауап беріп, айып етпеңіз деп кетуі де мүмкін. Шығарып салу мүмкін. Ашығын айтқанда мен сұлу қыз болған жоқпын. Мен кішкентай ғана енді өсіп келе жатқан қыз болдым ғой. Жанболат өзі мені әдемілеп алды. Бәрекелді. Мынау енді бүгінгі әңгіменің алды болды. Жанболат аға, айтыңызшы, мен де біреу тауып әдемілеп алайын. Жеңге, мынандай сұрақ, сұлулық құрбандықты қажет етеді деп жатады. Сіздің жағдайыңызда ол немене болды, құрбандық? Қандай нәрселер болды? Әлде болған жоқ па сізде құрбандық? Енді құрбандықты қажет етеді деген әңгімеге қазіргі заманда көп қыздар жаңағы батылдық жасап жатыр. Классикалық операция жасап, еріндерін үлкейтіп, беттеріне инелер салып, бір жерлерін тартқызып, ондай сұлулықтың артынан жүгірген жоқпын, жүгірмей ақ қойсам екен деп үміттенем. Кейбір адамдар бар ғой енді. Мысалға, мен қалай да болса Айдосқа Ғабиденге ұнауым керек деп жаңа қыздар операция жасады. Мұрнын өзгертіп жатады, қасын сол жігітке мен тұрмысқа шығуым керек, или жаңа бірінші сол жігітке ұнауым керек деп жаңа құрбандыққа барып жатады. Енді ақылы кішкене енді жастау бола ма, ақылы кіргеннен кейін барып түсінеді ғой бәрін. Мүмкін мен өзімнің жарымды тауып алғаннан кейін ол сұлулыққа қадам баспай жатқан шығармын. Неше түрлі жағдай болып жатыр. Эльвира оны 1 сағатқа жетпейтін уақыттың ішінде қалай жүрегін жаулап алды екен, соны айтып берсеңіз бізге. Сонымен бағдарламаны аяқтаймыз. Мүмкін Эльвира жауабын беріп қалған. Сіз енді көрсе қыздар жігіт емессіз бе? Енді қасыңызда отырған бір қызға ғашық бола салдыңыз. Дұрыс қой, әр жігіттің арманы ғашық болу деген негізінде. Енді мен енді былай
Эльвира айтып отыр ғой, былай жігіттер тормыз дейді. Тормыз дейді, иә. Бұл жігіттің бәрі бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Мынау енді жігіттердің бәрі тормыз емес, негізінде сіз менің айтқан сөзімді өзіңіз дәлелдегіңіз келіп отыр екен ғой. Сіздің демек көңіліңіздің бәрі өтірік болды. Айдосқа просто қыз керек болып тұр. Любой қыз ба сонда? Жоқ, любой қыз емес. Дәлелдеп айтсаңшы, несі мен? Мысалға, қандай көмектесейікші, қандай көмектесейікші Айдосқа? Екеулейміз ба, иә? Дұрыс екеулеу керек, көмектесу керек. Несі мен баурап алып просто кімді керек еді да, какой-то қыз. Міне Эльвираны көрдіңіз, ешкім ондай не қылып жақсы таныспайды, келіп өзі бір не емес дегенді естіп, ой, Эльвираға мен сөйлесем болар екен деген ой келді ме? Эльвира тек өз атынан емес, солай ма, шын жақсы көресің бе, айтшы. Сіз баурап алып не үшін мысалы? Жақсы көретін мүмкін, жақсы көретін шығар. жақсы көрем, әрине, ол жақсы көреді. Сіз менің көзіме тура қарап көрген жоқсыз ғой? Жоқ, сізге енді былай ғой, мысалы сіз жөнінде мен сізге сұрақ қойдым, дұрыс па? Мен сізге ғашық болдым дедім. Сіз жауап берсіз. Кейбір мынандай қыздар бар. Барасың оған сөз саласың, болмаса танысайық дейсің. Ол жерде ол қыздар таныспайды, бетіңнен қайтарады. Кейбір қыздар бар. Мүмкін сіз дұрыс не істемейтін шығарсыз. Дұрыс сөйлесе алмайтын шығарсыз. Рахмет. Өз мүмкіндігіңді саралай білу тамаша десек те, сұлудан сескеніп, түрі әдемі екен деп тайсақтап қалудың да жөні жоқ. Адам баласы бір-бірінен ақыл, білім деген нәрселермен ғана артық болмақ. Сұлу қыздар жалғызсыратпаңдар, жігіттер. Алмас